Ордабасы ауданынан келген өнерпаздардың мәдениет күндері өтуде. 3 күнге созылатын шара барысында Арыс қалалық мәдениет үйінде Перизат Баймаханова режиссерлік жасайтын «Жас толқын» балалар мен жасөспірімдер театрының сәулелі сезім және көңілді көбелектер қойылымы көрермен назарына ұсынылды. Қойылымды тамашалауға қаламызға қарасты мектептердің бастауыш сынып оқушылары арнайы келді. Ал сахна шымылдығы кішкентай әртістердің көңілді көбелектер қойылыммен ашылды. Шығарма барысында кішкентай көбелек кейпіндегі қыздар орман арасынан әсем гүлдерді іздеуге шығады. Кенеттен гүл іздеуші көбелектер бір қатар қиындықтарға тап болады. Шығарма желісі әрмен қарай аралар мен көбелектер арасындағы тартысқа ұласып, соңы достықпен аяқталады. Екінші қойылым жасөспірім жастардың сахналауындағы сәулелі сезім шығармасы болды. Бұл қойылым барысында балалар ата-ананы құрметтеу, қатарластарын кемсітпеу сынды тәрбиелік маңызы бар кеңестер алды. Жалпы екі шығарма көрермен назарынан жоғары бағалып, есте қаларлықтай әсер сыйлады. Біз Арыс қалалық мәдениет үйінде Ордабасы ауданының Арыс қаласындағы мәдениет күндері аясында екінші күнімізді де тамамдадық. Бұл бүгінгі қойылымға біз Ордабасы аудандық мәдениет үйі жанынан құрылған Перизат Баймаханова режиссерлік жасайтын «Жас толқын балалар мен жасөспірімдер» үлгілі театрының көңілді көбелектер және сәулелі сезім қойылымын қойдық. Күні кеше біздің Ордабасы аудандық мәдениет үйі жанынан құрылған Ордабасы фольклорлық халық ансамблінің және Ордабасы триосының және біздің дәстүрлі әншілердің концерттік бағдарламасын Ағдала ауылдық мәдениет үйінде көрермендер назарына ұсынған болатынбыз. Бұл екі ауданның арасындағы, аудан мен қаланың арасындағы бір-біріне деген шығармашылық байланыс болып тұр. Осыдан бір апта алдын Арыс қалалық мәдениет үйінің өнерпаздары бізде 3 күн концерт берсе, міне біз соның сыбағасы ретінде біздің де концерттік бағдарламамызды ұсынып жатырмыз. Баршаларыңызды 15 тамыз күні 19:00-де Ордабасы ауданының көркем өнерпаздарының гала концертінде қадірлі қонақ болуға баршаңызды шақырамыз. Баршамыздың мерейлі күндеріміз көп болсын. Мәдениетті өскен ел, өркениетке көшкен ел. Екі ауылдың, екі ауданның арасындағы бір-біріне деген байланысы ешқашан үзілмесін. Тек қана қуанышта, жақсылықта қызмет жасайық.
Театр әртістерінің орындауындағы екі қойылымда жас бүлдіршіндер мен оқушылардың жақсылық пен жамандық, әділет туралы көзқарастарын қалыптастыруға ерекше әсер етеді. Жұмайым Абызбай, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.